Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай ерекше дайындалатын, менің көп жылдан бері дәл осы рецептпен ғана жасайтын дімляманың жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен бізге керегі осы суымызға томат пастасын қосып, осылай екеуін араластырып қоямыз. Кейін бізге көкөністеріміз керек және де қуырылған картопымыз керек. Одан кейін етіміз керек болады. Майымызды қыздырып аламыз және де осы майға кішкентай картоптарымызды осылай барлығын қуырып аламыз. Екі жағын қып-қызыл етіп. Кейін картоп қуырған майымызды осындай үлкен қазанға құйып, және де дәл осы майға етімізді қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз себеміз және де суы тартылғанша толықтай қуырамыз. Дәл осылай қуырылған етіміздің үстіне қуырып алған картопымызды салып шығамыз. Кейін осы картоптың үстіне көкөністерімізді орналастырамыз және де ең соңында орам жапырақпен бетін жауып, жақсылап бұқтыратын боламыз. Енді осы картоптың үстіне пиязымызды және де сәбізімізді қосамыз, сарымсағымызды қосамыз, ең соңында қызанағымызды қосамыз. Барлығын салып болғаннан кейін томат қосылған суымызды және де дәміне қарай тұз бұрышымызды қосамыз және де ең соңында осы орам жапырағымызды барлық жерін жабатындай етіп қосамыз да және де осы орам жапырақтың үстіне де кішкене тұз сеуіп жібереміз де 1,5-2 сағатқа баяу отта бұқтырамыз. Міне бізде 1,5-2 сағат өтті, біздегі картоп та еті де толықтай пісіп шығады. Менің отбасым негізі орам жапырақтармен тамақты онша ұната бермейді, бірақ та дәл осылай картопын қуырып, етін қуырып, дәл осы рецептпен жасап берсем, менің отбасыма қатты ұнайды. Өте қатты ұнатады осы дімляманы, тек қана осы рецептпен жасап беремін. Егер де сіздің де отбасыңыз онша ұнатпайтын болса, онда дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар.